Автор Елена Тавмаш, санат әлеуметтік қамсыздандыру, дереккөз Қазақстан Республикасы еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің блог платформасы. Сәлеметсіз бе? Мен декрет демалысындағы анамын, екінші балама аяғым ауыр. Бірінші жүктілік кезінде мен ресми түрде жұмыс істеп босанған соң тиісті әлеуметтік төлемдер мен жәрдемақыны алдым. Екінші балама берілуі тиіс әлеуметтік төлемдерді жұмыс істейтін жұбайым ала ала ма? Құрметті Елена, бала тууына байланысты берілетін жәрдемақыны баланың анасы да, әкесі де алуға құқылы. Әлеуметтік төлем соңғы 24 күнтізбелік ай мерзімі ішінде әлеуметтік аударымдар жүргізген міндетті әлеуметтік сақтандыру жүйесінің қатысушысына тағайындалады. Әлеуметтік төлемдерді тағайындайтын құзырлы орган ұсынылған құжаттардың деректілігін тексеруге құқылы. Бұл мақсатта ол мемлекеттік органдар мен тиісті ұйымдарға сұрау жіберіп, анықтамалардың берілуіне негіз болған құжаттарды тексере алады. Бала туылғаннан кейін жүкті әйел жұмыс орнында бала 3 жасқа дейінгі бала күтіміне байланысты демалыс алуына болады. Бұл демалысқа шыққан кезде әйелге 1 жасқа дейінгі бала күтімі бойынша мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорынан ай сайын төленетін әлеуметтік төлемдер тағайындалады. Бұл төлемдердің мөлшері бала туған күнге дейінгі соңғы 2 жылдағы әйелдің соңғы 2 жылдағы орташа айлық табысының 40%-ын құрайды. Бұл төлемдер ай сайын, яғни бала туылған күннен бастап 1 жасқа дейін тағайындалады. Ал демалыс 3 жылға дейін беріледі. Егер 3 жылға дейін әйел жұмысқа шыққысы келсе, ол өзінің жұмыс берушісін 1 ай ерте хабарлап, жұмыс істей беруіне болады. Бұған ешқандай шектеу жоқ. Және тағы бір қоса айтатын жағдай, бала тууына байланысты мемлекеттік бюджеттен барлығына бірдей, яғни табысын алатын отбасыма, табысы жоқ отбасыма оған қарамастан 1 реттік мемлекеттік жәрдемақы беріледі. Бұл мемлекеттік жәрдемақының мөлшері баланың туу реттілігіне байланысты беріледі.